Өте жақсы, керемет. Өте әдемі суреттер шықты. Енді болды? Енді қабырғаға сүйеніп тұрсаңыз, бір аяғыңыз көтеріңіз. Жоқ, былай қараңыз. Бір аяғыңыз көтеріңіз, былайны. Қолыңызды маған қарап, былай мына жерден мен сізді аламын. Міне. Қане? Маған қараңыз. Міне. Керемет, жақсы. Болды ма? Енді соңғы басыңыз шалқайтыңыз. Артқа қарай. Былай? Көзіңізді кішкене жабыңқыраңыз. Жабыңқыраңыз, енді аузыңызды ашыңызшы. Енді мен сізді түсіріп алайын қазір. Қаттырақ кішкене. Бұл ыңғайсыз. Жарайды, болды, рахмет сізге, қазір жалғастырамыз. Сіз бір нәрсе сұрайын деп едіңіз бе? Сұрай беріңіз. Сізге дайынбыз. Не, тыңдап тұрмын сізді. Сіз аэроұтқырлар әскер дегенді қалай түсінесіз? Айбындылықтың, ар намыс пен ерліктің бейнесі деп түсінемін. Ал әскер қатарына шақыру, әсіресе аэроұтқырлар әскер қатарына шақыру мәселесі жөнінде не айтар едіңіз? Енді, мысалы, мен майор атағын алғаныма көп болған жоқ. Енді, әрине, ол мен сияқты азамат үшін аз. Сол сияқты біз жақында әскер қатарына қабылданған жауынгерлерді қабылдадық. Сенесіз бе, солардың көбісі біздің әскерге келгісі келеді екен. Демек, шақыруға байланысты еш қиындығы жоқ дегіңіз келеді ғой? Әрине жоқ. Рас, бұрын ертеректе сәл біздің жастар кішкене себеп айтып сылтау тауып, әскерден қашқақтайтын бар еді. Енді қазір өзіңіз көріп тұрсыз, мен майормын, подполковник болатын күнде алыс емес дегендей. Майор? Сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ғой. Онда не болып жатыр? Жергілікті газеттен келген. Сұхбат алып жатыр. Ал маған неге ескертпедіңдер? Түкке тұрмайтын нәрсе үшін сіздің мазаңызды алғым келген жоқ, подполковник мырза. Бөлімге журналистер келеді. Сонда саған бұл түкке тұрмайтын нәрсе ме? Кінәлімін. Кешіріңіздер, сіздердің сұхбаттарыңызды осы жерден үзуге тура келеді. Бірақ мен соңғы бір сұрағым бар еді. Тұра тұрыңыз. Қандай сұхбат болса да алдын ала келісу керек. Алдымен министрлікке сұрау салып, сосын осында келу керек. Түсінікті ғой? Шығарып салыңыз. Болады. Жүріңіздер. Тез. Бәлкім соңғы сұраққа жауап бере саларсыз, а? Сіз естіген жоқсыз ба? Жоқ деді ғой. Жоқ. Онысы несі? Алдымен сұхбатты ал деп алды. Енді кеп қуып шыққан несі? Бір түрлі капитан екен өзі, а? Капитан емес, майор. Бәрі білеміз бе? Қош. Майор, сіздің сержантқа кандидаттарыңыздың тізімін көріп шықтым. Солай ма? Қалай екен, подполковник мырза? Өзіңіз көріңіз. Қалай сонда, подполковник мырза, Ғалымжан, ол шамасы келе ме екен? Бос сөзді ғой, орында. Құп болады. Мына үстелдің шаңы не? Сүртпейсіңдер ме? Не деген бассыздық? Орындаймыз. Саулығыңыз істейіп, подполковник мырза. Еркін тұр. Кір. Майор мырза, кіруге рұқсат па? Кірсеші, енді 2 рет айттым ғой, кір деп. Естімей қалдым. Ана подполковник мырзаны айтамда, көңілге мүлдем жоқ қой. Бәріміз тексеріп әбден есіміз шығады, ана кітап сөресіне дейін тексеретін шығарып. Қойш. Не істеп жүрсің сен? Айтпақшы, мынау сіздің анау сұхбат берген кезде сөйлейтін сөздеріңіз. Бәрі дайын? Дайын ба? Дұрыс істепсің. Бірақ кеш қалдың, мен бәрін айтып тастадым айтатын нәрсені. Солай ма? Солай. Ендеше кете берейін? Кете бер. Сержант. Жай айтып бара берші.
тоқта. Әлгі ғалымжанмен талғаттау боласың да, қызметке алғандарын айтасың. Ма? майор мырза, мен жұмыстарым басымнан асып жатыр қазір. Тынаш! Сержант, сен істейтін істерді мен істеуім керек пе? Бар, жүгір, ұш, боссың. Тезірек кіріс, подполковник кіріспей тұрғанда. Мыналарың бітердің түрі бар ма, жоқ па? Немеге керейін дейсің осы? Мына қанда? Біз білдей сержантпыз ғой, сержант. Кегел лампы бұрап, қорап тасып. Еден жуумен жүрміз ғой? Ой, Талғат, бәрі өзгереді. Сәл-пәл шыдашы, сәл-пәл. Сәл шыдауға болатын шығар, пәлің ұзақтау болады. Жақында бәрі де өзгереді, өзгереді. Қырандарым менің! Қалайсыңдар? Жақсы. Бәрі дұрыс па? Қораптар түгел ма? Тасып жатырмыз. Саламатсыңдар ғой? Иә. Дұрыс, жігіттер. Мен сендерге жаңалығым бар. Жаңалық, қойшыбай, биле, кәдеке. Кәдеке, керемет, айнал. Айнал дейм, Бұған биле десеңіз, биле береді. Бірақ бұл жерден жаңалық көріп тұрған жоқпын. Иә, билемей қой, қойшыбай, тұра тұр. Қазір. Аха. Жігіттер, сендер қызметтерің туралы жақында жаңа бұйрық шықты. Құтты болсын. Құттаймын, қойшыбай. Айттым ғой саған. Иә. Нақтырақ айтсаңыз енді. Нақтырақ айтсақ, қазір. Аха, айтайын. Бұл бұйрыққа сәйкес, Талғат, сен бөлімше сержант болып сайландың. Сен орынбасарым. Құтты болсын. Бұл бала бүркітті мен ана қыран қыламын. Ана. Жұмсамайым. Талғат, тұра тұрс. Айтайын. Қойшыбай, сен взвод сержант болып тағайындалдың. Ал ендеше. Неме дейсіз? Сен бөлімше сержант болып тағайындалдың? Дұрыс қой, мен... Бұл взвод сержанты. Жоқ, аға сержант, бұл жерде бір қателік кеткен болу керек. Дұрыстап қараңызшы. Қалай қателік кетеді? Бұл жерде бәрі дұрыс мына жерде. Қол қойылған, мөр басылған, бітті. Менен сонда биік па? Биік, Талғат, биік. Қысқасы былай жігіттер. Мына қораптар түгелдей тасып болған соң қызметтеріңе кірісіңдер. Түсінікті ма? Дәл солай. Түсінікті ма дейм? Дәл солай. Кірісіңдер. Айтпашы, құтты болсын жігіттер. Рахмет. Жақсы. Көрдің бе, тәке? Бәрі өзгерді. Бала қыран жаңа қарқынмен самғайтын болады. Күшті болды? Қызық емес онша. Тоқта. Тік тұр. Сержант, жағын жөндесіш. Еркін тұр. Әскерге алынғандарыңа біраз уақыт өтсе де, сендердің араларыңда жаңа әскери атақтарды ажырата алмайтындар бар көрінеді. Сендер ең алдымен сол әскери атақтарды ажыратып білулерің керек. Тақтаға назар аударыңдар. Мен бұған дайындалғам. Барлығын жатқа білем. Мен ұмытып қалмасын, жазып алайын. Ең дұрыс суретін салып алайын. Неме керек өтсің? Жазып алсайшы, маңызды нәрсе бар. Бұдан маған маңызды емес. Бұдан да басқа әлемде қызықтар толып жатыр емес пе? Болат, қазір әскердеміз ғой. Бұл басқа әлем емес пе? Сен ақылды болмаш, орангудан. Не дейсің? Орангудан деймін. Маймылдың бір түрі орангудан деген. Дулат. Ендер үшеуің тұрыңдар орындарыңнан. Сендерге немене? Қызық емес пе? Кешіріңіз, подполковник мырза, бізге қызық. Маған соншалықты қызық болып көрініп тұрған жоқ. Жақсы. Онда үшеуіңе кезектен тыс тапсырма жүктеледі. Әзірше отырыңдар. Кезектен тыс тапсырма деген не болды екен? Мұнда тұрыңдар. Сәлеметсіз бе, Алтынай апай?
қалыңыз қалай? О, айналайын. Амансың ба айналайын. Біздікі сол, оқудан баса алмаймыз. Дұрыс, оқыңыз, дем алыңыз. Ал мен сізге көмекшілер алып келдім. Олар қазір мынау сөрелердің, кітаптардың шаңын сүртіп, еденді жуып шығады. О, Қажет болса, ыстық шай мен тамақта келіп береді. Дұрыс па? Дәл солай. Қысқасы, бұл жауынгерлерді толығымен сіздің қарамағыңызға тапсырамын. ой, рахмет айналайын, рахмет. Жақсы болды. Қазір маған қандай көмек болса да артықшылығы жоқ. Айтсаңыз болды ғой, Алтынай апай. Біз көмектесуге дайынбыз. Ал, жақсы. Сау бол айналайын, рахмет. Ал құлындарым, кітап оқығанды жақсы көресіңдер ме? Иә апа, тек қызықты кітаптар болса ғана. Мұна Алпамзадай жігіт суреті бар кітаптарды жақсы көреді. Басқасына шамасы жетпейді ғой. Ештен етпейді айналайын. Мына менің 2000-ға жуық кітаптарым бар. Солардың әр қайсының шаңын сүртіп тазалаған кезде өздеріңе ұнайтын кітапты тауып аласыңдар ішінен. Жарай ма? Жүріңдер алтындарым, жүріңдер қол. Соңымнан еріңдер, жүріңдер. 2000 кітап? Сенің кесірің осының бәрі. Ne oldu? Неге мұң айтып тұрсың? Бәрі шынамай қалды ма? Бәрі шынайды ғой. А бірақ достар? Не болды? Мені меңзеп тұрсың? Мен ештеңені меңземеймін. Мен тура айтам. Взвод сержант сен емес, мен болуым керек. Оның рас. Мүмкін сен болу керек шығарсың. Бірақ мен өз-өзім сайлап алған жоқпын ғой. Сен сайлаған жоқсың. Бірақ неге сен? Күдікті? Күдікті ештеңесі жоқ. Басшылық сол қызметке мен лайықты деп шешкен шығар. Сені лайықты дейтінде, сен не істеп қойып едің, етші? Не еңбегің сіңіп кетіп еді бұл жерге? Талғат, досым екенің рас. Сен бұндайын қысқарт, болмайды бұлай. Дос деп қойып. Дос деген бұлай істемейді. Енді маған не дейсің? Сен ренжиді екен деп, взвод сержантынан бас тартайын ба? Тартылатын. Сосын сөйлесеміз. Саулығын тілейміз. Сәлем, кіші сержант мырзалар. Майор мырза, шақырдыңыз ба? Сержант. Кір. Қалайсың? Жақсы? Өзіңіз? Отыр. Менің орыма отыр. Сіздің? Майор мырза. Бар, отыр. Айтқан сесеңші бар. Отыра берейін ба? Отыра бер. Әрет? Охо. Қалай? Керемет ғой мына жер, майор мырза. Керемет ба? Иә. Бәрі көз алдыңда. Ар өткен, бері өткенді қарап отырасыз. Сержант, менің не ойлағанын білесің бе? Жоқ? Майор мырза, сіз жалпы өзіңіз жұмбақ адамсыз ғой? Жергілікті газетке сұхбат беру, анау ұсақ түйек жай нәрсе. Мен өзімнің нағыз майор екенімді көрсетуім керек. Түсіндім, сіз анау теледидардан бірақ шыққыңыз кетіп тұр ғой, Жай. Енді ол да жай. Мен кітап жазбақшымын.
Сіз кітап? Не болды? Ештеңе? Жоқ енді кітап деген бола ма болмай ма? Неге болмайды? Болды әрине. Оны сөзді ұйғарда іске кірсек. Сен жазасың, мен айтып тұрам. Қалай? Мен жазам ба? Тері білесің ба? Иә. Мынаны қойсам болады ма? Мәрміза, сіз шын айтып тұрсыз. Былай. Майор Шәріптің абыройлы жолы десі жаттықта. Сол қалға. Орында. Тоқта. Солға. Сарбаздар, алдарында тұрған нағыз ұрыс машинасы БТР. Қысқаша айтқанда БТР. Оу, сарбаз. Оу. Қалай жағдай? Жақсы. Капитан мырза. А? Взвод сержант мырза. Рұқсат етіңіз айтуға. Рұқсат? БТРді жақынан көруге бола ма? Не, алыстан көзің көрмей ме? Жақынан көріп, сипап көрейін деген ғой. Сарбаз. Сипайтын қыз ба саған? Тыныш. Кешірім өтінем. Болады. Бірақ, абайландар. Көп болады. Тік тұр. Еркін тұр. Еркін тұр. Байқаңдар, ойыншық емес сендерге. Есің дұрыс па сенің? А? Не болды? Сержантқа капитан деп. Айырым белгіне қарамайсың ба? Бәрі білеміз бе? Қалай бәрі? Бұйрық бергенің бәрі капитан. Майор мен, подполковникті, сержант, капитан деп көр. Көресің сонда не екенін. Шатастырма. БТР. Қараш, үлкен, Дулат, ұнай ма саған? Қойшы. Дулат, әскери қызметімізді адал атқарсақ, мына БТРге әлі талай мінеміз. Дулат. Ұнады ма, сарбаздар? Дәл солай. Дәл солай. Мықты екен. Жүргізіп көрмедіңдер ма? Жүргізуге бола ма? Болады. Кілтін бересіз бе? Қазір. Міне. Жанар жағармайды анау жерден толтырып құясыңдар. Жалтырап тұратын болсын. Түсінді ме? Дәл солай. Дәл солай. Естімей тұр. Дәл солай. Кірі сонда. Взвод, жинау! Бол. Солға. Адым, бас. Тоқта. Оңға. Сарбаздар, мұнау спорт алаңа. Ол жерде сендер жаттығатын боласыңдар. Денелеріңді шынықтырап, қоян қолтық ұрысқа дайындаласыңдар. Түсінді ме? Дәл солай. Солға. Енді ары қарай. Артымнан ер. Доғар.
Оңға. Біз әлі аяқтаған жоқпыз. Сен не командирінің сөзін бөліп, өз бетіңше шешім қабылдайтын боласың? Кешіріңіз, мансабы, биік мырза. Мен шын айтып тұрмын, Талғат. Тағы да бірге жүрсіңдер ме? Сендердің екеуінің бір-бірлерінен бөлек жүретін кездерің бола ма? Амал жоқ. Егер де шайға тәтті бәлішке шақырсаңыз, жалғыз баруға уәде берем. Сөзіңізде тұрыңыз ендеше. Қап болады. Доғыр. Қамжан, сен бастық болғың келеді. Неғып? Бұйрық бергің келеді. Сен мыналарды баста да, ары қарай таныстыра бер, жарай ма? Менің бір шұғыл шаруаларым шығып тұр. Кәскеле. Тоқта. Күштеріңіз тез тоқта. Солға. Адым, бас. Осы сендерге немнеге жоладым екен, жүрген жерлерінің бәрі апат. Артық кетпе, достым. Өткенде сенің кесіріңнен кітапханаға тап болғанбыз. Маған бәрібір. Мына БТР жуып бітірекші. Сосын кейін сендердің жандарыңа жоламаспын. Өзің біл. Әскерде жалғыз жүргеннен гөрі достарың көп болған жақсы. Осы сендер доспыз дегенді қайдан тауып алдың да? Онда осылай жалғыз жүре бер онда, дос керек болмаса. Кешір, байқамай қалдым. Сендерге де, әскерлерге де тойып біттім. Ыңғайсыз болып қалды. Қайта сабасына түсетін болады. Сәлеметсіз, лейтенант ханым. Амансың ба, Талғат? Кіріңіз. Жұмысыңыз қалай? Жақсы. Сіздің шақыртуыңыз бойынша келіп тұрмын. Мен сіз шақырған жоқпын. Шақырмаған ғой. Жаңа сізді бірге шай ішетін адам іздеп жүр деп естідім. Солай ма? Иә? Кім айтты? Ана атым еді. Алдаған ғой мен. Кетуге рұқсат етіңіз онда. Барыңыз. Лейтенант ханым, дегенмен де менің мына жерім ауырады. Бұл жерде не бар? Жүрек қой, шанши ма? Қысқасы былай болсын, Талғат. Біріншіден, дөрекілік көрсетудің қажеті жоқ. Екіншіден, жүректің қайда екенін білмейтін адам болады ма? Кешіріңіз. Бір жыл бойы әскер қатарында жүріп, қызбен қалай сөйлесу керек екенді ұмытып қалыппыз. Одан да барып Ғалымжанға көмектесіңіз. Ғалымжан маңызды шаруамен айналысып жатыр қазір. Солай ма? Ол қандай маңызды шаруа? Қандай маңызды шаруа болушы еді? Бәлішті бірінен бірін қылғытып жұтып жатыр. Бұндай шаруа ол кісіден басқаның қолынан келе бермейді. Одан да барып досыңызға көмектесіңіз. Маған май жеуге болмайды. Дегенмен де шай ішіп қайтармыз? Кіруге рұқсат па? Кіріңіз. Бос. Бос. Сізге айтып тұрмын. Боссыз. Шай. Дегенмен де
келгенім үшін өкінбеймін. Сау болыңыз. Отырыңыз. Ол кезде мен бар жоғы 15-те едім. Негізі. Майор мырза, мүмкін бір уақыт демалып алармыз, а? Түскі астың уақыты болды ғой. Сержант, сен бар ғой? Тым қарабайыр адамсың. Адамдар өнерімен айналысып жатқанда, жан тән беріп жатқанда, қайдағы түскі ас, қайдағы тамақ, не айтып тұрсың сен? Майор мырза, қолым ауырып кетті ме? Ештеңе болмайды, жаз ары қарай. Өзімнің қызмет ететінімді мен бала кезден білетінмін. Майор мырза, мынандай әдемі сөздер қайдан шығып жатыр, а? Енді бар ғой енді. Отанымызды мен сияқты адамдар қорғамаса, кім қорғайды? Түх, майор мырза, мына сөзіңіз бар ғой? Үш есе керемет болды ғой. Ерекше ме? Мүлдем ерекше. Жарайды, әр сөйлемнен кейін сөзді бөле бермес, жаз ары қарай. Сосын уақыты келгенде мен анау не істеп отырсыңдар? Подполковник мырза, біз жұмыс істеп отырмыз. Иә? Жұмыс істеп отырсыңдар ма, жоқ әлде жұмыс істегенсіп отырсыңдар ма? Істеп отырмыз, подполковник мырза, маңдай терімізбен істеп отырмыз. Шешес бе? Рахмет. Отырыңыз. Ішіп алғам. Жаңадан келген сержанттар жауынгерлермен қалай жұмыс істеп жатыр? Жақсы, иә. Жаман емес. Өзің тексердің ғой? Енді, бұлай, мен... Тыңда, майор. Сен не қайтадан капитан болғың келіп жүр ме? Бір рота жауынгер саған қарап отыр. Тәжірибесі жоқ сержанттарың болса анау. Ал сен болсаң мұнда отырсың. Тез бар да тексеріп, маған есеп бер. Түсінікті ғой? Жарайды. Біраз кішкене жүріп айтпасам маза бермейтін сияқты мынау. Е? Атпайшы анау. Анау. Жаз, қазір келем. Кетіп қалмайыншы қайда. Майор мырза, біреуін алсам бола ма? Жауынгер. Не істеп жүрсің жалғыз өзің? Қыдырып жүрмін. Мырза? Қыдырып? Гүл теріп қайтпадың ба бар? Немене? Істің неге су? Жаңа танкі жуғамыз. Танкі? Қайдағы танк? Танк емес, көп дөңгелегі бар, аузында ататыны бар, бір машина бар еді ғой, соны жуғамыз. БТР. БТР. Түсінікті. Аты жөнің? Кімнің? Менің. Білмеймін. Сенікі кімдікі болушы еді? Бекзат. Қатардағы Бекзат. Қатардағы Бекзат. Жерге жат. Не үшін? Серпе жасайсың, жат. Қайда? Жерге! Тұр, доғар! Жүр БТР-ға. Мырза, менің үстім су ғой. Кебесің. Бол. Тез бол, Ауа таза, адамдар қонақ жайлы,
Өте тамаша. Орыс деген болмаса былай қазақ ой. Енді Қазақстанда қазақша айту керек қой. Біздің отауымыз бөлек болғанымен отанымыз бір. Отбасылық жанұялық достық мүмкін, кім біледі, бәлкім құда болып табылуымыз мүмкін. Арамызда одан да көп достық болса, халқымыздың сана сезімін ешқашан ешкім бұза алмайды. Бүгін қазақ жеріндегі өзге ұлт өкілдерінің сыры. Бізге қандай мүмкіншілік беріп тұр Қазақстан? Біз барымыз. Білуіміз керек мемлекет тілінде. Қазақстан халқының бірлігі күніне орай. Осындай мерекелік думанмен біз әңгімемізді бастаймыз. Достық мәдени орталығының жетекшісі Хасан Шариповтың шаңырағында сенбілік таң. Кешім, сенің жүрегің қалай болып жүр өзі? Дәрігердің ұсыныстарын толық орындап жүрсің бе? Бәрі ойдағыдай. Аспирин кардиоинфаркт және инсульттердің алдын алу үшін неміс сапасы Байер. Моцарелла Гальбани жаңа дайындалған, әрі нәзік. Классикалық тағамды жаңаша ашуға бізді шабыттандырады. Вуаля, кәді қосылған. Аля Гальбани капреза салаты. Гальбани итальянша шабыттану. Йод тапшылығы Қазақстан тұрғындарының көпшілігіне таныс. Йодомаринді күнделікті қабылдау йод тапшылығының, шаршағыштықтың, апатияның, жады нашарлауының алдын алуы мүмкін. Йодомарин организмдегі йодтың қорын толықтыруға көмектеседі және организмге жағымды ықпал етеді. Йодомарин сіздің денсаулығыңызды қорғайды. Макс Фактор Норман Джинді Мэрилин Монроға айналдырды. Бейнеңді мастерпис Макс Тушмен өзгерт. Бірегей қылқалам, теңдессіз көлемді, кірпікті қалыптастырады. Әдемі әйелдер өздері қалыптастырады. Макс Фактор, кәсіпқойлар кеңесі. Мен бүгін сіздердің мәнді хабарлар үшін жинадым. Лактель сүті бүкіл отбасына арналған, солай емес пе? Лактель сүтіне енді кальцийдің, сүйекке жақсырақ сіңуіне септігін тигізеді. Дәрімені қосылғандығын сіз білесіз бе? Соның арқасында бойым өсті. Менің ойымша жаңа пижаманы сатып алатын кез келген сияқты. Енді дәрумені қосылған лактель сүті балалардың өсуі мен бүкіл отбасы денсаулығына пайдалы. Есін-ай. Тез. Солғы. Ал, сарбазар. Жауынгерлер, бұл сарбазар асханасы. Бұл жерде 1 жыл бойы асқазандарыңды тамаққа толтыратын боласыңдар. Кешіріңіз, сержант мырза. Мұнда не істейтініңіз тағы бір рет айтып жүресіз бе? Тамақ ішесіңдер. Әдеби сөздерді қайдан тауып аласың? Қарапайым айта берсейші. Көп оқимын ғой мен, көп оқимын. Хамзан, күлкін келдірмеш. Қайдағы оқыған? Антаза жаттауы ғой. Сен қайда жүрсің? Не, шаруаларым оқып қалды. Білеміз ғой сенің шаруаларыңды. Сен неге сұрайсың? Жарайды. Басқарғың келді ғой? Бастық болғың келді ғой? Онда мына сарбазарды сен қарамағыңа тапсырам. Бөлімді аралап таныстырып шық. Түсіндің ме? Сен қайда кеттің? Менде шаруаларым бар. Сен де ғана дейсің бе? Сарбаздар, бұл жер Хамзан ағаларының сүйікті жер. Осы жерде талай ерліктер жасаған. Солға, адым бас. Елімай, БТРді жылтыраттық па? Қара, сержант айтқандай тап-таза жуып қойдық. Енді анау, лай суды жерге төксек, сонымен барлығы бітті. Сержант мырза айтқан сияқты тап-таза қылып жуып қойдық. Мына жер жуасау? Не болып жатыр мұнда? Майор мырза. Мұны сендермен бірге ме?
Дәл солай, майор мырза. Мына шелектегі суды аласыңдар да. Шүберегімен қосып бірге. Тап-таза қылып жуып қоясыңдар. Жалтыратып. Майор мырза, біз жаңа ғана жудық қой. Нашар жуғансың, нашар. Жауынгер, қайтадан жуасың. Түсінікті ме? Болады. Ал ол үшін қарулас достарың қатардағы Бекзатқа алғыс айтыңдар. Қайтадан тап-таза қылып жуыңдар. Кіріс. Взвод сержанты. Қайда жүрсің? Аралап болдық біз. Арнайы тапсырмамен бір жаққа барып қайттым. Не тапсырма осы сенікі? Қарнымды бәлішке тойдырып қайттым. Әлияға бардың де? Иә, бардым. Және сенің арнайы тапсырмаң жайлы да айттым. А? Болмайды ғой олай. Не дедің сен? Айттым. Не дедің? Сонда мені мешкейіп көрсетуге болады. Ал сен болмай ма? Болмайды. Әлия қайтып барған. Оны өзің кінәлісің. Мен не үшін? Взвод сержант сен емес, мен болуым керек. Солай ма? Солай. Мен сен мансапқор деп ойламаппын, досым. Қойшы, мансап деме. Сондаймын енді. Онда өзі болың өзіңе. Бөлімше сержанты Нияз, жатаққа барып, жаңадан келген жауынгерлердің қалай орналасқан тексеріп қайт. Не? Бұл бұйрық. Ал бұйрықты орындамаудың не екенін түсінеді шығарсың. Бол. Құп болады. Бол. Мансапшылың өзің. Ал, сержант, жалғастырайық. Ананың кесірінен біраз уақытта жоғалтып алдық қой. Кетіп пе? Жалғасы бола ма? Жақсы болатын еді. Подполковник мырза. Сіз осындай ма едіңіз? Не оқып отырсыз? Кітап оқып отырмын. Кітап. Қандай кітап? Қызық, өте қызық. Танымдық кітап екен. Қалай екен? Тамаша жазылған. Әсіресе бастықтарының кемшіліктерін санамалап, сосын өзің сол лауазымда адамдардың орнында болсаң не істейтінің жөнінде жазған жерлерің керемет шыққан. Жоқ, бұл мен емес, бұл жай ғой. Подполковник мырза, бұл жай. Қалсың күлкішін ғой. Майор, күлкі іздеген адам циркке барады. Түсінікті ғой. Ал біз мұнда отан қорғап жүрміз. Подполковник мырза, кір. Сұрағаныңызды дайындап қойдым. Әкел. Мінекей, бәрі дұрыс. Жақсы. Сенің есің дұрыс па? Сенің есің дұрыс па? Не істеп отыр? Неге көрсеттің ана? Неге оқыттың? Майор мырза, тыңдаңызшы, қайдан білейін мен енді? Өз кіріп кетті, компьютер керек деді. Алыңыз дедім, отырды да бәрін көріп қойды. Сақтап қоймайсың ба? Сақтап, тығып, жауып қоймайсың. Майор мырза, әскери құпия сияқты сақтау керек мұны. Майор мырза, жап осыңды. Сасық бол. Жап! Жоғалт көзіңді бар. Майор мырза. Кет!
Жарайды енді, ренжімеңдер. Елімай, біреу бірдеңе деп сөйлейтін сияқты ма, қалай? Жоқ, жігіттер, шын айтам, ренжімеңдерші, осылай болып қалды енді. Дұрат, өз басым шын айтам, саған ренжіген жоқ. Жалғас, алсыншы. Дулат, біз мына әскерде 1 жылдай қызмет етеміз. Мына БТРді, еденді әлі талай жуамыз. Бірақ серінің кесірінен емес әрине. Қызмет солай. Бірақ мойындаш, бүгін сенің кесіріңнен жоспардан тыс жұмыс жасадық. Не тұрсың? Әкелші бер. Әкел. Әкел бер. Nə? Пара берші бер. Осы Дулатпен БТР жуғаннан басқа қиын нәрсе жоқ бар ғой? Не үшін жібердің? Қазір тағы да бір нәрсе бүлдірсеші. Екеуміздің басымыз кететінін білесің ба? Ештеңе бүлдірмейді. Көресің. Саған бәрібір ғой. Ассалаумағалейкум. О, ғалымым. Кел. Қаңызға. Жақсы, өзің қалай? Аман сен. Назгүл апа қойды. Назгүл апаң қалаға кеткен. Бүгін бір құлақ тыныштап қалатын болды. Бәл ішесің бе, не жейсің, еркін отырып? Жоқ, сол бәлсің керегі жоқ. Озында маған бір шоколад, сосын сусын беріңізші. Болды, жайғасып отыра бер. Бәрін қатырамыз қазір. Айтпақшы ғалымым. Не алдың? Пәтер жалдадың ба? Жоқ, жалдағам жоқ. Қазір бөлімде тұрып жатырмын. Жақында жалақыны береді ғой, сосын жалдаймын. Неге онда? Көңілсіз жүрсің? Ой, анау, Талғат екеуміз бірге тұрамыз ба деп ойлағам. Өкпелеп жүр. Болмайды. Достарды қадірлеу керек. Мысалы мен әйелімнің кесірінен қаншама достарымды жоғалттым. Бәрін қуып жіберді. Енді міне доссыз өмір сүріп жүрмін. Досты табу қиын, жоғалту оңай. Көрдің бе? Егер досыңдығы дұрыс болмаса да, досыңа қырын қарама, сонда ол өзінің қателігін түсінеді болады. Қоймыш. Рас айтам. Егер түсінбесеш. Сен өзің былай байқап қарашы. Осы досыңа деген қырын қараған нәрселерінің бәріне ренжуге тұра ма, тұрмай ма, осыны бағамдап байқап көрші. Сосын ар жағы өз белгілі болады. Ненің дұрыс емес екенді. Ойланатын нәрсе екен. Ойланатын нәрсе мен көп айтамын. Өздерің сұрамайсыңдар, өздеріңмен білгендеріңмен жүресіңдер. Бұл жердегі әке-шешелерің біз ғой, сұрап тұрмайсыңдар. Өмір туралы көп айтамын мен. Шай ішіп тұрыңдар өстім. Елімай, бүгінгі күн ауыр болды. Қол деген сырқырап кетті бар ғой. Меніңше әрбір жұмыс маған демалыс сияқты көрінеді. Құттықтаймын онда. Әскери күндер сен үшін демалыс болса. Тіпті жақсы. О, батыры. Қарай көресің. Қарны тоқ, уайым жоқ. Ұйықтап жатыр. Қандай кітап оқып жатыр екен? Әскери жарғыны оқып жатыр екен ғой өзі. Қай жерге жетті? Демек әскери шендерді жаттап алған деген сөз. Қазақ. Басына бір білейін. Түнгі клубтан 4 қыз шықты да, екеуі маған жамсады ғой. Содан кейін келе жатырмыз да. Ары қарай айтқан жоқпын ғой саған. Айтсайшы енді. Сосын рұқсат па? Талғат, сөйлесу керек еді. Бастығым шақырып жатыр. Кейін жалғастырамыз онда. Тыңдап тұрмын. Қойшы, онсақ сөйлесу керек. Талғат, не оқып қалды? Мен ойланып, қош шешімге келдім. Бұл не тағы? Оқысашы.
Не үшін жазып жүрсің бұл? Шынында да менің орныма сен лайық сияқтысың. Бұл баянатты қазір подполковникке апарып берем, қол қояды, сосын менің орныма взвод сержанты боласың. Ғалымжан, бұндай қалжыңдарды қойшы. Ешқандай да қызық емес. Бұл қалжың емес. Жарайды. Ең басты алдыңнан өттім. Жүзім ашық. Ғалымжан, сен шынымен де айттың ба? Талғат. Екеуміздің қызметімізден гөрі достығымыз мен үшін маңызды. Біз? Неге жыртсың? Қате күйінде бәрібір де қабылдамайды. Онда қазір қайтын жазып көрем. Қатырш. Ғалымжан, жазудың қажеті жоқ. Доспыз ба? Доспыз. Қой ондай. Сен бірақ бар ғой. Аяға жіберіп тұрш. Тағы бастадың ба? Жарайды, жіберем. Жіберіп тұрам. Ұмытқамай, Жіберіп тұрам. Сержант, әскери сауыл сұрамайсың ба? Кетші. Осы жол кешірем.